Халқының мақтанышына айналған ән падишасы КСРО және Қазақстанның халық артисі, халық қаһарманы Роза Бағланованың туғанына биыл ғасыр толды. Осыған орай аймағымызда Ақмаңдай атты республикалық әншілер конкурсының ашылу салтанаты және бірінші кезең өтті. Өнер байқауына еліміздің түкпір-түкпірінен келген жас әншілер бақ сынасып, кіл жүйріктен күм жүйрік анықталуда. Жадырашы, назданшы, еркелеші деп бұлбұл даусымен марқұм Роза Бағланова апамыз ерекше орындайтын еді осы Ақмаңдайлым әнін. Өмірден өтсе де әлі күнге дейін әдемі әндері жадымызда жатталып қалды. Нәзік болса да өзіндік еркелігі, сахнадағы сұлулығы бәрі ойымыздан өшкен жоқ. Биылда атақты әншінің құрметіне конкурстың шымылдығы түріліп, кең көлемде аталып өтілуде. Бүгінгі байқауға да арнайы аймақ басшысы Нұрлыбек Нәлібаев, ұлы тұлғаның ұрпақтары қатысып, конкурсқа қатысушыларға сәттілік тіледі. Бүгін сыр елінде ән мен өнер мерекесі ғана емес, ұлт руханиятының асқақтаған күні десе болады. Ән падишасы, қазақтың қаһарман қызы Роза Бағланованың есімі ұрпақтан ұрпаққа жалғаса бермек. Бүгінгі байқауға қатысып отырған жастар арасынан Роза апасына ұқсаған таланттар көптеп шығады деген үмітіміз мол. Конкурсқа қатысушыларға сәттілік тілеймін. Конкурсқа қош келдіңіздер. Мына жастарға енді сәттілік тілейміз. Анамыз көзі тірі кезінде осы конкурсы өзі Қуаныш аға екеуі ашып, осы бекітіп кеткен болатын. Біз үшін өте жаңалық. Енді сыр елінде сондай керемет анамызға көңіл бөлініп жатыр. Сізге үлкен алғысымыз шексіз. Конкурс ережесіне сәйкес талапкер әншілер бірінші кезеңде Роза Бағланованың репертуарындағы әндерден камералық оркестрдің сүйемелдеуімен ән шырқады. Солардың бірі Нұр-Сұлтан қаласынан келген Қымбат Жамбылбек. Жас өнерпаз сахна төрінде ән падишасының «Таң самал» атты әнін орындап шықты. Өте үлкен дайындықпен келдік. «Таң самал» әнін орындап шықтым. Жақсы орындап шықтым деп ойлаймын. Бұл конкурс мен үшін өте маңызды, себебі Роза апамыздың өнеріне бұрыннан тәнтіміз, сол кісінің әндерімен өстік, сол кісінің жолын берсін деп бүгін осы конкурсқа соның әндерін дәріптеп келіп отқан жайымыз бар. Айта кетейік, конкурсқа қазақтың ән өнерін асқақтатып, ұлт мәдениетін көтеруге еңбек сіңіріп жүрген Рамазан Тайманов, Күлән Қалымбетова, Жеңіс Сейдоллаұлы, Бақтияр Тайлақбаев, Сенбек Жұмағалиев секілді еліміздің кәсіби өнер тарландары қазылық етуде. Ал өнер байқауының екінші кезеңі бүгін қорытындыланады. Адиана Кауленова, Ғалымжан Қожақов, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.